Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен жаңа тақырып өтетін боламыз. Мына жердегі берілген сөйлемдегі сөздерге қарайықшы. Қайсысы дұрыс байланысқан? Алма құлады жасыл, алма жасыл құлады, құлады алма жасыл, жасыл алма құлады. Бұл жерде жасыл алма құлады деген сөйлем дұрыс, яғни сөздері бір-бірімен байланысып тұр. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланысуы деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер сөйлемдегі сөздердің байланысын түсінесіздер және сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсететін боласыздар. Ендеше, мына жерде берілген сөйлемге қарайық. Жасыл алма құлады. Бұл жерде біз енді сұрақ қоямыз, сөздер бір-бірімен байланысып тұр ма, соны анықтайтын боламыз. Жасыл алма қандай алма? Яғни алманың қандай екенін біз біліп тұрмыз, жасыл алма екен. Бұл жерде сөздер байланысып тұр. Ал жасыл құлады десек, белгілі болып тұр ма? Жоқ, белгісіз болып тұр. Енді алма құлады десек, не құлады? Алма құлады. Яғни бұл жерде де сөздер байланысып тұр. Қандай алма құлады? Жасыл алма құлады. Дұрыс, балалар, түсіндіңдер деп ойлаймын. Яғни бүгінгі тақырыбымыз сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланысуы. Жасыл алма, қандай алма? Жасыл алма екенін, ненің құлағанын, яғни алманың құлағанын білдіріп тұр. 49-ші жаңа сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтаймыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз. Наурыз жыл басы. Бұл шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы. Ел оған сағынып жетеді. Наурыз мейрамында наурыз көже жасалады. Дастархан жайылады. Халық бір-бірін мерекемен құттықтайды. Наурызда алтыбақан құрылады. Ән салынып, би биленеді. Әртүрлі ойындар ойналады. Бұл мәтіннің авторы Кеңес Оразбекұлы. Наурыз қандай мейрам екен, балалар? Қане, кім айтады? Наурыз жыл басы. Шығыс елдері бүкіл халық наурыз мейрамын тойлайды. Наурызға барлықтары сағынып жетеді. Ал енді, балалар, наурызда алтыбақан құрылады. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой, олардың өзара байланысын тап дейді. Мысалы, балалар, үлгіге қарайықшы. Көктемде күн жылынады. Күн қайтеді? Күн жылынады. Күн қашан жылынады? Көктемде жылынады. Яғни бұл жерде біз сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланысты болатынын білдік. Олардың қалай байланысатынын біз сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Наурызда алтыбақан құрылады. Қашан құрылады? Наурызда құрылады. Не құрылады? Алтыбақан құрылады. Яғни біз сөйлемдегі сөздерге сұрақ қойып, сөздерді байланысып тұрмыз. Наурызда құрылады. Қашан құрылады? Наурызда құрылады. Не құрылады? Алтыбақан құрылады. Сөздерді осылай бір-бірімен байланыстырамыз. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдегі сөздерді көшіріп жаз дейді. Бұл жерде көктем келді. Сөздер бір-бірімен байланысып тұр. Екінші сөйлемге назар аударайық. Су жылғалармен ақты. Немен ақты? Жылғалармен ақты. Не ақты? Су ақты. Яғни сұрақ қою арқылы біз сөздерді байланысып тұрмыз. Қара қаламмен дәл солай су ақты сөзін байланыстырамыз. Одан кейін немен ақты? Жылғалармен деген сөзді бір-бірімен байланыстырамыз. Үшінші сөйлемге қарайық. Жерге көк шықты. Не шықты? Көк шықты. Қайда шықты? Жерге шықты. Яғни жерге шықты және көк шықты. Екі сөз бір-бірімен байланысып тұр. Жақсы, олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Үшінші жаттығу. Мақалды оқы, жадқа жаз. Бір тал кессең, 10 тал ек. Осы мақалды жаттап және жадқа жазайық. Бір тал кессең, 10 тал ек. Жақсы, олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналымнан тіркеліп, комментарий қалдыруды